Hi there. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз керемет тақырып өтеміз. Яғни адамның мүшелерін үйренеміз және олардың атқаратын қызметі туралы айтатын боламыз. Бірінші үйреткен келетін сөз ол hair, яғни шаш деген мағынаны береді. Hair, шаш. Hair, шаш. Келесі үйреткен келетін сөз forehead. Forehead дегеніміз ол маңдай. Forehead. This one is forehead. Келесі үйреткен келетін сөз lips. Lips дегеніміз ол ерін. Lips. Ерін. Lips. Келесі үйреткен келетін сөз ол chin. Яғни жақ. Chin. Жақ. Келесі үйреткен келетін сөз chest. Яғни көкірек. Chest. Көкірек. Chest. Келесі үйреткен келетін сөз shoulder. Shoulder дегеніміз яғни ол иық деген мағынаны береді. Өздеріңіз білетіндей, яғни шампун бар ғой, head and shoulders деген. Сол яғни бас пен не дегені иық деген мағынаны береді. Келесі үйреткен келетін сөз elbow. Elbow. Яғни ол не? Шынтақ. Шынтақты elbow. Elbow шынтақ. Одан кейін үйреткен келетін сөз fingers. Fingers дегеніміз саусақтар. Ағылшын тілінде бір қызығы, бізде яғни барлығын 5 саусақ деп айтамыз ғой, оларда fingers деп саусақтарды айтады. Thumb деп бас бармақты айтады. Бас бармақ. Thumb. Яғни б оқылмайды. Thumb. Төртеуі fingers. Fingers. Яғни саусақтар деген мағынаны береді. Келесі үйреткен келетін ол тізе. Яғни knee. Яғни бұл жерде де k әрпі оқылмайды. Knee. Knee. Келесі үйреткен келетін сөз тобық. Яғни ankle. Тобық. Ankle. Келесі үйреткен келетін сөз toe. Toe дегеніміз яғни ол аяқтың башпайларын айтады. Toe. Toe. Құрметті достар, біз адамның денесіне байланысты сөздерді үйретіп болдық. Енді қимылға байланысты сөздерді үйренеміз. Бірінші үйреткен келетін сөз breathe. Breathe дегеніміз ол дем алу. Breathe in. Ауаны ішке жұту. Breathe out. Ауаны сыртқа шығару. Түсінікті ғой? Breathe. Дем алу. Егер сіз дәрігерге барсаңыз, дәрігер айтуы мүмкін. Breathe in please десе, мысалы breathe in дегеніміз. Breathe in please десе, яғни ауаны ішке жұту. Breathe out. Сыртқа шығару. Smile. Өзіңіз көріп тұрғанда, яғни жымию, күлу мағынасында. Smile. Яғни ол күлімсіреу мағынасында. Smile. Одан кейін үйреткен күлетін сөз laugh. Ха-ха-ха-ха деп біреудің үстіне күлсе, laugh. Оқылуы, қараңыздар. Laugh. Яғни F сияқты оқылады. Яғни GH-дің қосындысы F-ді беріп тұр. Laugh. Мысалы, біреу күліп тұрса, are you laughing at me? Яғни сен менің үстімнен күліп тұрсың ба? Деген мағына. Laugh at someone. Яғни біреудің үстінен күлу деген мағынаны береді. Cry. Жылау. Яғни cry дегеніміз жылау. Көп әндерде көп деп кездеседі, cry деген. Көптеген әндерді көрсеңіз не дейді? Shake, 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 shake your body дейді. Денеңді қимылдат деген мағынаны береді. Shake деген қимылдату яғни. This one is I'm shaking my head. Яғни басымды қимылдатып тұрмын. Құрметті үйренуші, сіз бұдан былай өзіңіздің дене мүшелеріңізді емін-еркін айта алу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Яғни ағылшын тілінде айта аласыз. Назар аударғаныңызға рахмет.